Қазбектің 4-ші билігі. Қаракесек ішінде шаншардан шыққан Азбас бидің жасы 70-тен асқанда әйелі өліп тоқалдыққа Гөбе сұлуды алмақшы болады. Қыздың әкесі дөңгелек шаруалы, мінезі жуас, Ақберген бұған көнбейді. Бірақ та ауыл атмінерлері сыртынан билеп Азбастан 47 матап берген қабылдатады. Азбас енді әке берсе қыз болмас кімге қатын деп бір күні өзінің мұңдас, сырлас 5 құрдасын әдейі қайнына аттандырып, барсаң сәлем айта бар менен арнап Гөбеге, көп көрмеген көнеге, ел ішінде есер көп, көзін салып жүрмесін ыржыңдаған немеге деп сәлем айтады қалыңдығына. Кәрі күйеудің құрдастары 5 шал Ақберген дегеннен төстік жеп, аттанарда Азбастың сәлемін айтады. Бой жетіп, оң жақта отырған Гөбе: ол кісіге менен де сәлем болсын. Қысса қиюы келер ме? Қара қайдың талменен, дәмі бірдей болар ма қара судың балменен? Бізге лайық емес қой, алып тұр ғой малменен. Әкемнен үлкен жасы бар, тау құдіреттей басы бар. Қайтып ойнап күлерміз 70-тегі шалменен деп қамығыпты. Мұны естіген Гөбенің әке-шешесі, жанашыр туыстары қызды тоқалдыққа бермеуге бел байлайды. Мұны естіп Азбас би ашуланып, шамданып, қызды тартып алуға қамданады. Ақыры екі жағы Қазбекке келіп жүгінеді. Қазбектің алдын көрмей тұрғанда Азбас би Ақбергенге: мен майлы қара сорыңмын, тәңіріңнен де зорыңмын, қызыңды тоқалдыққа қайтсем де аламын деп қыр көрсетіп қояды екен. Қазбек алдында Азбасты жүгіндіріп отырғызып: Азбасым, қартайғанда азғаның ба? Қыз сені сүймесе, сен оны қалай сүйесің? Дос 8, дұшпан 8, әйелің аққуыдай, балаңмен жасты Гөбеге сұқтанып, басыңа бәле тілегенше, есің барда етегіңді жап дегенде, Азбас лажсыздан жуасып қойдым депті. Осы бітім деп жүріп кетіпті.